бастады ма? Сейчас. Уже мен күтіп жатыр, ана прямой қазір бастайды. Все. Құрметті қазақ елі, бүгін мына біз Ақтөбе қаласында Оразов Серікті азаматымызды жерлеп от неге аттандырып келіп отырған жағдайымыз бар. Сондықтан барлығыңызға бүкіл қазақ еліне үндеуіміз осындай жаңағы белсенді Болат Аділден кейін осы біздің Ақтөбеден қарындасымыз мына Аманбике Хайрулла, енді міне үшінші азаматымыз Серіктен айырылып отырмыз. Оның барлық себептері елім деп, жерім деп еңіреп жүрген азаматтар еді. Сол азаматтық позициясын олар тіке қолдап, мына қазіргі шейкі билік, арамзат биліктің кесірінен құлақ аспады соның үндеуіне. Сол себептен оны мына Серікті соңғы күндері қудалау жасап, қысым жасап, жоқ жерден қайта-қайта қысым жасағанның себебі осындай жаңағы апаттық жағдайға ұшыратты. Ол ешқандай ауруы жоқ, сап-сау азамат еді. Белсенді мүшесі осы Ақтөбе қаласының. Өткенде мына соңғы облыстық әкімнің жиналысында бірталай жақсы әзімі өзінің ой пікірін білдірген. Сол кездегі облыс әкімінің Оразалин. Соны қолдаудың орнында әрі қарай жаңағына осындай қысымшылық жасап, осындай жағдайға ұшыратты. Негізгі себеп, оның жаңағы о-дүниелік болу себебі осы қысым жасаудан болды. Сондықтан оның басталған ісін мына көше партиясы, мына жалпы Ақтөбе белсенділері қолдаймыз. Әрі қарай оның бастаған ісін әрі қарай жалғастырамыз. Бізге ешқандай биліктің, мына қазіргі биліктің ешқандай жаңағына бұйрықтары бізге бұйрық емес. Себебі бұл билік заңсыз келген, жаңағы ешкім оны халық сайламаған билік. Сондықтан халқым ояныңдар. Алға Қазақстан. Құрметті отандастар, мына бүгін Серік ағамыздың, Оразов Серік ағамыздың жаназасына жиналып қалыппыз. Бәріміз енді мына бұл кісінің енді бәрімізді тек қана өзінің тума-туыстарына емес, отбасына емес, барлық қазаққа, барлық мен деген, отаным деген азаматтарымыз біздердің барлығымыздың қабырғамызды қайыстырып кетті. Сондықтан да алдыменен осы Серік ағамыздың отбасына, тума-туысқандарына, дос-жарандарына барлығына қайғысына ортақтасып көңіл айтамын. Екіншіден, мына құқық қорғау органдарының білімсіздігінен, өздерінің мына ұры билікті қолдауынан, соның қудалауынан болған деп есептеймін. Өйткені бұл қудалау, бұл қазақты бір бүгін болып тұрған жоқ менің ойымша. Бұл 100 жылдық тарихы бар. Өткен ғасырдың 1920 жылдан басталады бұл қазақты қудалау. Содан бері міне 70 жыл бойы орыстың коммунистік партиясының езгісінде болып келдік біздің қазақтың азаматтары. Қудалап өлтіру осылай. Қоқан-лоққы жасау әлі жалғасып келеді. Енді 30 жыл мына Қазақстан, тәуелсіз Қазақстан дейміз. Тәуелсіз Қазақстанның қудалауының міне осының арқасында. Енді 70 жыл бойы мына орыстың коммунистік партиясы басқаса біздерді үстімізден езіп отырса, енді келген мына тәуелсіз Қазақстанда мына Қытайдың коммунистік партиясына жұмыс істейді біздің үкімет. Мына үкімет басындағылар Қытайдың коммунистік партиясына жұмыс істеп отырғаны ешкімге де жасырын емес. Солай ғой жігіттер? Сондықтан да азаматтар, халықтар бастарыңды көтеріңдер. Бұлай аяқсыз қалдыруға болмайды. Ағамыздың жатқан жері жайлы, жаны жанатта болсын. Ағамыздың ісін жалғастыруға біздер дайынбыз. Амин. Құрметті қазақстандықтар, бүгін Серік ағамыздың жаназасында болып жерлеп келдік. Бұл біздің бәрімізге де өте ауыр жағдай. Былай қарасаң, бұл Серік ағамның өліміне осы батыс екінің учаскелік полицияның екі инспекторы 2 жеті бойы соңынан қалмай
бір парақ қағазды қол қойдырта алмай, соны әлімжеттік жасап, қайта үстіне келіп, жүргізбей, ауласында қыдыртқызбай, немересін ойнатқызбай, өзінің шамалы давлениесі бар еді бұрыннан да. Оны жаңағы сот бөлімі бәрі білет. Осының алдында бір митингіде ағамызды ұстап, құлап қалған кезде доғдырлар оны аман алып қалған. Соны біле тұра, мына 2 полиция қызметкері осы бөлімге келіп жеткізді. Басқа не айтайын? Семьясына қайырым тілеймін. Семьясында болашақта той болсын. Ал біздің мына Қазақстанның азаматтары мен азаматшылар ояныңдар. Бұл жағдай бір емес. Уже Қазақстанда 3-ші жағдай. Бәріміз бір болмасақ, бұлар бір-бірімізді біртіндеп құртқысы келеді, бұл билік. Соған жол бермеуіміз керекпіз. Алға Қазақстан. Алға. Мен Мүсіров Нұрбол Әнетұлы, Ақтөбе облысы. Бүгін 17 мамыр Оразов Серік ағамызды ақтақ сапарға аттандырып, Ақтөбе азаматтары үндеу жасағымыз келеді. Билікке айтқым келеді. Қорқытып, үркітуді, қоқан-лоққыны доғару керек. Сіздер халық үшін қызмет ету керексіздер. Сіздер не істеп жүргендеріңізді ұмытып кеткен сияқтысыздар. Қоғамға өзгеріс керек, біз өзгерісті қалаймыз. Тойдық. Жарайды енді, өз елінде өгей баладай өкіріп, қиналып, болашағына бұлыңғыр қарап, ертеңіне сенбей, мен билікке тіпті тікелей сұрақ қойғым келеді. Диалогқа отырайық ашық. Мүмкін біз сіздерді түсінбеген жүрген шығармыз. Мүмкін сіздерді түсінбей жүрген шығарсыздар. Бір-бірімізді жау санамайық. Мына Серік ағамызда бүгін бір аштық жоқ, соғыс жоқ. Бірақ осы елінің болашағы үшін, елім деп жүрген азаматтарды осындай жағдайға жеткізу. Бірақ аққа Құдай жақ дейді, қоғам өзгереді. Мына заңсыз бұйрық шығарып, заңсыз осылай елінің патриот азаматтарын қудалауға салып, әлемге мазақ болған билік күндердің күнінде жауап бересіңдер. Бәрі де сұралады, осы өмірде сұралады. Алға елім, жасымаңдар, қорықпаңдар. Абиш берген Ақтөбе қаласы. Бүгін Серік ағамызды жерлеп, осы Ақтөбе белсенділері барлығымыз қатысып. Ол Серік ағамыз бұл қазақтың Ахмет Байтұрсынов, тағы да басқа батыр ағаларымыз сияқты сол историяда қалатын, тарихта қалатын аға. Ол өзін ойламай, өзінің басын ойламай, осы 70 жасына қарамастан, осы елімізде 20 жыл, 30 жылдан кейін осы жүйемен жүре берсек, болашақ осы елде бола ма, болмай ма деген сұраққа соған осы билікке өзінің ойын айтып, пікірін айтқан үшін оны осы полиция сотрудниктері қудалап, оның дәлелі бар, соның кесірінен давлениесі көтеріліп қайтыс болды ағамыз. Жатқан жері жайлы болсын. Бұл айтатынымыз, біздер осы жерде тұрған Ақтөбе қаласының белсенділері ешқандай да террорист емеспіз, ешқандай да экстремист емеспіз. Біз жай ғана халықпыз. Осы Қазақстан Республикасының азаматтарымыз. Осы 30 жыл осы Назарбаевтың жүйесіне тойып, өзі елімізде бір ине шығаратын завод жоқ. Сондықтан осы 30 жылда осындай завод болмаса, 30 жылдан кейін, 20 жылдан кейін болашақ ұрпағымызда не болады деген сұраққа сол үшін күресіп жүрген азаматтарымыз. Бізге, мен билікке айтатын, үкімет басынан өздеріңіз босатыңыздар, үкіметтің басында отқаныздар. Дұрыс ел құрайық, дұрыс Қазақстан құрайық. Бізге басқа ештеме керек емес, біз ешкімге қарсы шығып атқан жоқпыз. Біз өзіміздің пікірімізді, ойымызды айтып жатыр. Сол үшін қудаланып жатыр. Сол қудалауды тоқтатуды өтінем осы үкімет басшыларынан, МВД басшысынан, КМБ басшысынан,
бізді қудаламаңдар. Тағы да басқа да Қазақстан Республикасының азаматтарын қудалауды тоқтатыңыздар. Алға Қазақстан, алға Қазақстан. Құрметті қазақстандықтар, Қазақстан Республикасы азаматтары, бүгін ақтөбелік белсенді азамат ағамыз Оразов Серікті жаназасына қатысып, соңғы сапарға шығарып салдық. Аяқ астынан қайтыс болды бұл кісі. Бұл кісінің қайтыс болуына осы Назарбаевтың диктаторский системасының жемісі деп айтуға болады. Осы 2020 жыл басталғаннан бері бұл осымен 3-ші өлім болып тұр данный момент. Үшеуі де активист. Бірінші Дулат аға кетті жұмбақ жағдайда. Одан кейін Аманбеке қарындасымыз кетті. Ол да жұмбақ. Мына енді кеше өздеріңіз көрдіңіздер социальный сеттен. Мына қазіргі полиция МВД-ның қызметкерлері доводили. Үлкен 70-тегі ақсақал ағамызды инфаркт қылып, аяқ астынан жүректен өлтірді былай айтқанда. Просто мен қазір айтқым келетіні, кешегі осы кісінің өліміне қатысты, видеоға түсіп қалған 2 сотрудник, оны білмеймін, сіздерді Назарбаевский система сіздерді соттай ма, соттамай ма, белгісіз, сіздерді соттауы да мүмкін. Сіздерді как мусор сияқты лақтырады сіздерді. Сіз кеше сол диктаторский системаны қорғап, сол отаным, жерім, қазағым деп жүрген азаматтарды қудалап, осы жағдайға жеткіздіңіздер. Бүгін сіздерді мусор сияқты лақтырады. Сіздерді соттауы да мүмкін, или соттамауы да мүмкін. Бірақ сіздер просто так жазадан құтылып кетпейсіздер. Ертең Назарбаевский система алса, диктаторский система, сол кезде халық сіздерді дұрыстап орнына келтіреді, жазасын береді, халық жазасын береді. Сондықтан қазіргі айтатын Қазақстан бойынша болсын, Ақтөбе облысы, облыстың әкімі бірінші, ДВД-ның басшысы, КНБ-ның басшысы, соттар қудалау тоқтатыңыздар. Бұның арты жақсы болмайды. Сіздер ойламаңыздар, бір адамды қорқытамыз, 3 адамды қорқытамыз, 5 адам көріп отырсыздар қоғамдағы жағдайды. Ашынған халық күннен күнге көбейіп келе жатыр. Бұның арты жақсы болмайды. Лучше оңайлықпен, дұрыс шешіммен Назарбаевтан бастап, Тоқаевтан бастап орындарыңды босатыңдар. Біз сендерді сайлаған жоқпыз. 30 жыл Қазақстанды ұрладыңдар, тонадыңдар, саттыңдар, қарызға батырдыңдар, халықты қайыршы қылдыңдар народның меште. Қазір кеше эпидемияның уақытында Қазақстанның жағдайын көрсеттіңіздер, несчастный маска таба алмай қалдыңыздар даже. Көрсетіп жатқан суммалардың бәрі өтірік, оның бәрін ұрлап, тонап, жоғалтып жатсыңдар оның да. Бірақ уақыт келеді ертең, бүткіл ақша қайтарылады. Бүткіл осы Назарбаевский системаға қатысқан, репрессия, преследование қатысқан, бүткіл ол әкім болсын, нұротандық болсын, министр болсын, депутат болсын, бәрі жазаларын алады. Соны ескеріңіздер. Жақсы. Алдына айта берсек, ағай туралы. Ондасы Оразалимен кездескен кезде ағай өздеріміз бар қудалауды тоқтатыңдар деп өздеріміз айтқанбыз тікелей. Сол кезде Мауыр Абдуллин болды, оған да тікелей ағай өзі айтқан. Сол кезде біз айтып едік, жақсылық қалып бармайды деп. Енді осы көріп тұрсыңдар түбінде не болған. Осы өліміне кінәлі сіздер деп санаймыз. Өйткені сіздер біздің айтқан сөзімізге құлақ асқан жоқсыз. Ал ішкі істердегі қызметтерге айтарын, оған қарамастан бүгін келіп сыртымыздан әлі түсіріп жүрсіңдер. Ол не деген имансыздық кәдімгі иттілікке жатады ол. Халыққа да айтатын, оянатын да уақыт келді. Сіз біз деп жүрген Серік ағамыз өз үшін шыққан жоқ, халықтың деп сөйлеген сөздері де бар, халық үшін сөйледі. Халық сөйтіп құрбан болып кетті. Ал соны өлімі бекер болмау үшін оянатын уақыт келді, намыстан оятатын уақыт келді. Оянды қазақ. Тағы да айтайын, Берік бауырымыздың, Оразов Берік бауырымыздың қайғысына ортақпыз. Көмектесуге дайынбыз әр уақытта. Бүгін де қолдау көрсетіп жатқан, жаназасына қатысып жатқан ақтөбелік белсенділерге рахметімізді айтамыз. Әр уақытта да осылай бірлікте болайық, күш бірлікте. Тек біріксек қала Назарбаевский диктатурадан құтыла аламыз, бейбіт түрде. Бізге ешқандай қантөгіс, көтеріліс, төңкеріс керек емес. Бүткіл дүние жүзінде ауысып жатыр ғой диктаторский система. 20 жыл басқасын, 40 жыл басқасын, любой диктаторский система құлайды. Біздер де қазір данный момент просто келіп тұр. Сіздер ойламаңыздар, мен бүгін үйімде тамағым бар, или менің жұмысым бар, или менің жағдайым бар. Саясат маған қатысы жоқ, или бұл зат маған
тимейді, жақындамайды. Это всем коснется когда-нибудь. Ну, поздно болмағай тұрғанда ояныңыздар бәріңізде. Бәріңізде өздеріңіздің нелеріңізді көрсетіңіздер. Талаптарыңызды қойыңыздар. Ол мына Қазақстанның үлкен территориясы мен жері мен мына қазба байлығын кезінде біздің ата-бабаларымыз Қытайдан, жоңғардан, қалмақтардан қорғады, қандарын төгіп. Біз енді мына осы Назарбаев бастаған определенный вот эта шайка, былай айтқанда, 200 адам 30 жылдан бері тонап қазағын көріп келді. Қалған халықты, былай айтқанда, простой зарплатқа отырғызып қойды. Бүткіл любой цивилизованный мемлекетте, государствода жерден шыққан қазба байлық болсын, бүткіл экономикасына жұмсалсын, халыққа жұмсалсын, сол елдің азаматтарына тиесілі. А бізде бір определенный адамдар тонап жатыр. Соны требовать ету керек. Сіздер ана акиматтың или Нұр Отанның берген кішкентай податчикісіне алданбаңыздар. Бір қап макарон или там 5 литр сұйытма или там 20 мың или 40 мың теңге пособиеге. Сіздерді тонап жатыр, просто тупо грабит 30 жылдарда. Ояныңыздар. Ертең мына Назарбаевтың системасы ауысқаннан кейін 1 жыл, 2 жыл, максимум 5 жылдың ішінде сіздер қандай 30 жыл бойы қалай ұйықтап қалғандарыңыз, қалай тонап кеткендеріңізді бәрін 24 сағат хабар каналынан көрсететін болады. Сол кезде қорқып қалмаңыздар. Актобе, 17 апреля. Біздер мына азаматтық қозғалыс, мына көше партиясын қолдаймыз. Көше партиясына қосылыңыздар. Алға көше! Рахмет сіздерге де. Көше партиясы алға! Көше партиясы алға! Год Актобе, 17 мая. Халқым ояныңдар, ояныңдар.